болған сияқты. Команда капитандарын ортаға шақырамыз, келіңіздер. Командалар 1-5 әзілден оқып тастауы тиіс. Бірінші болып, медицина құрамасы. Кеттік. Медицинада оқитын қыздардың әңгімесі. Негізі мен теориядан онша емеспін, практикадан айырам. Екінші. Ден Валентина күні қыздарына ештеңе сыйлай алмаған жігіт көзіне жырқ түсіп, жаным, осы жұлдыздардың бәрі сен үшін. Үшінші әзіл. Қазіргі заманның инстасындағы әні. Дикки арман, ең жақсы адам. Төртінші әзіл. Бірінші курс ковид кезіндегі оқуға түскен студенттердің зары. Жалған дүние, жалған екен, посвящение арман екен. Нағыз байлық, офлайн оқу, жазылмаған заң бар екен. Жасқанды бәрі өзімменен смарттан, бәріне жалған онлайн оққан, мейірімділік пен құны жоқ байлық, онлайн оқу бәріне арман. Және соңғы бесінші әзіл. Кипсиге тоймаған баланың әні. Жанымның жыртып ақшы берегін, дертіңе дауа тапшы дер едім. Адам бар өтірік күліп жей беремін де, өкініп тұрып жылай беремін. Рахмет, медицина құрамасының 5 әзілі болатын, келесі болып жалғастыратын фаворит командасы. Оқасан? 91 яғни Найтуан тобының бастары биттеп біткен кезде айтқан әні. Басымда бәле болды, бұның бәрі тым. Екінші. Сүндет келген інісіне ағасының айтқан әні. Сен жылама, мұна менің жылағаным жетеді, сосын бәрі күшті болып кетеді. Үшінші әзіл. Ыстық суға отырып қалып 180-ме шауып жүгіріп жүрген көкемнің айтқан әні. Бас қамшыны тоқтатпай, айқайлатып су сұрап, болсаңдаршы ай сұлу, дайындаңдар мұздай су, аш үсті баладай. Төртінші әзіл ай. Новый шлық, яғни нәскиді тесіп шыққан саусақтың айтқан әні. Ей бері қара болып балам үйрек, любой нәрсені бірден тесіп өтет, бұл шетелден, как будто шетелден. Соңғы бесінші әзіл. Аяғының размері 43 болса да жұрттан ұялып, өз-өзін қинап киген 33 размер кроссовкінің қызға айтқан әні. Жанымды қинап әйел кигізді аяғына, саусақтар аман бекен, білмедім жағдайында. Рахмет, 5 әзілді жалғастырамыз. Аққу. Бірінші әзіл. Құлағы қалқан құлақ қыздардың 80% шашын жайып жүреді екен, ал қалған 20% оны мойындамайды екен. Өмір бойы бір нанды бөлісіп жүрген екі дос, ақша болғанда бір-бірден алып жекші, депті. Үшінші әзіл. Қасының бір тағы терген сайын мидың бір жасушасы өлет дегенді естіген жігіттер қасын бояп алған қыздарға барып, сендерде ми қалды ма? Депті. Соңғы бесінші әзіл. Төртінші ол. Төртінші. Бұрын жүріп кеткен жігітіне операция жасайын деп жатқан дәрігер қыз. Туберкулез бен сары аурудан мықты ауру, тек саған жоламасын басқару, арманым шет қарынды ақтару, айде сен де ақтару. Наркозын саламей, қарныңды жарамей, долларлап төлесең, жақсысын саламей, айтқанға көнбесең, егерде жүрегіңді тоқтата саламей. Соңғы бесінші әзіл. Қойшының настроениесі жоқ, күрсініп тұрған қойын айтқан әні. Қой күрсінбе, қойшы бәрі құрсын де, бастысы құрбан айтта басым маман болсын де. Старша кеттік бес әзіл. Бір бомбыжды шағып алған маса жуынып жүрші деп айтыр. Екінші. Өмірінде 2 рет
Өмірінде екінші рет қателескен ертең... Қазір. Өмірінде екі рет қателескен электриктің ертең жетісі. Аузында бір тісі қалмаған кәрі қасқыр бір топ қойдың ортасына кіріп... Әннің сөзін шатастырып ала беретін баланың әні. Әлия, үстім болсын мәрей. Бесінші ғой? Африкалық қызға үйленген бір жігіт өзінің балдызын көріп, о, ақ балдыз десе, жаңағы балдызы. Мазақтамаңызшы. Және 5 жасында аяқтайтын байдың балалары десеген. Мұғалімдер құрамасы. Бір айдақар түшкіремдеп үйін өрте жіберіпті. Шымкенттің аялдамаларына жарнама парақшалар жабыстырылып, жыртылып, оқысаң мынандай күй кешкен. Гаймарит өтетін орны жастар ресурстық орталығы. Квартираға 2 қыз қажет, сантехник Айдар. Бір қанатты сынып қалған шыбын балдақпен жүрген. Ауыр өте. Аузы кішкентай қыздар сүйісті шай ішпей деген. Жылқы атасы қамбар ата, сиыр атасы зеңгі баба, түйе атасы ойсыл қара, қой атасы шопан ата деген естіген бір ешек бізге де бір ата табылмай қапмаға кетті. Болма. Рахмет қошеметтеріңіз командаларға. Жоғары балл әдеттегідей 5 ұпай. 3, 4 және 3. Фаворит Жайдарман тобы. 3, 4, 3. Аққу Жайдарман тобы. 3, 5 және 3. Старшак. 4, 5 және 5. Мұғалімдер құрамасының ұпайы 4, 5, 4. Үшінші сайысқа өту үшін барлық командалардың мүшелерін шақырамыз. Келіңіздер. Қазіргі сайыс тағы түсіндіре кетейін. Қайым айтыс менің қолымнан бір барақтан командаларға алып кететін болады. Қайымның, яғни алғашқы 2 жолы жазылған, қалған 2 жолын әзілмен, ақындық қасиетпен жалғастыру қажет. Бірінші болып, авиценна құрамасы келіңіздер. Кім ортаға шығып, микрофонды алып, айқайлап айтпайтын шығарсың? Авиценна деген белес пе, белес жақын емес пе? Іздеу саламыз, сұрақ қоятын адам жоқ. Сұрақ қоятын адам жоқ, іздеу саламыз. Кім орнына тұрса, болды мәң болмай. Авиценна деген белес пе, белес жақын емес пе? Авиценнаны оқу бір ғанибет емес пе? Сөйле тұр, сұрақ қойып. Авиценна деген белес пе, белес жақын емес пе? Призрак деген елес пе, елес деген жаман емес пе? Старшак болады. Аққу. Авиценна деген белес пе, белес жақын емес пе? Кепсейде жақын ғой, неге барып жемеске? Авиценна деген белес пе, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыз, бір ғанибет емес пе? Болды ма? Барлығы жауап берді ма? Келесі фаворит келіңіздер. Сендер жауаптарын бар ма? Көрейік. Авиценна деген белес пе, белес жақын емес пе? Осы кубокты алу бір ғанибет емес пе? Келесі фаворит. Бір парақты алып.
Үмітімізді ақтаңдар, карантин режимін сақтаңдар. Біраз сақтамай отыр, бірақ нәйелден. Машқылерін шешіп. Тұлса қалайсыңдар? Бірде кейін вообще бірде тұрыз, Кеттік. Үмітімізді ақтаңдар, карантин режимін сақтаңдар. Кубокты алу үшін қазылар алқасын мақтаңдар. Мұғалімдер болады. Келесі. Старшак. Үмітімізді ақтаңдар, карантин режимін сақтаңдар. Ойланбай шыққан заңға қарап, үйдегі баланы ұрып жатпаңдар. Келесі. Ақу. Үмітімізді ақтаңдар, карантин режимін сақтаңдар. Құрметті жігіттер, темекі тартпаңыздар, насыбай атпаңыздар. Үмітімізді ақтаңдар, карантин режимін сақтаңдар. Вирустан аман шығады, маскалерін таққандар. Өз-өзіме жауап берейін. Үмітімізді ақтаңдар, карантин режимін сақтаңдар. Түнімен сот шықылап, әбекейін сасып ұйықтап жатпаңдар. Жақсы, әдемі тамаша. Ақу, келіңіздер. Фигурлас. Бұл дүниенің байлығы дәрігерлердің айлығы. Дәрігерлердің айлығы жүктері қалды, биыл. Толтар. Бірегеуінде жауаптары дайын бар, ойнан, ойласын. Офицер ағамыз. Бұл дүниенің байлығы дәрігерлердің айлығы. Той тоқтап ет, түсті ғой, тамадалардың райдері. Жақсы, тамаша. Әдем жауап деп қойды. Бұл дүниенің байлығы дәрігерлердің айлығы. Бұл дүниенің қайғысы мұғалімнің айлығы. Бұл дүниенің байлығы дәрігерлердің айлығы. Дәрігерлердің айлығын кім түсінеді дейсің дейді. Аналар айтты соны. Естінші бақ. Өз жауаптарын бар ма? Фаворит ба? Бұл дүниенің байлығы дәрігерлердің айлығы. Жақсы деген айлығы айтпақшы түседі қай күні. Өз жауаптарымыз. Бұл дүниенің байлығы дәрігерлердің айлығы. Жюридегі ағалар жігіттердің айғыры. Тамаша. Старшак. Қарсыластар қандайсың, 80-дегі шалдайсың. Ойнатындар. Қаймайтысында жоғары бал 5 бай. Кетіп жауап беретін Ақу. Кім? Әлби. Қарсыластар қандайсың, 80-дегі шалдайсың. Әйеліңді шын сүйсең, екінші әйел алмайсың. Әдемі, тамаша. Авицина құрамасы. Қарсыластар қандайсың, 80-дегі шалдайсың. Оламаған ақша бер, тойыңа оны жалдайсың. Өзіңе дұрыстап қарап алып, құрбақадан алмайсың. Кеттік мұғалімдер. Қарсыластар қандайсың, 80-дегі шалдайсың. Өтірік маска киіп алып, неге ауырмаймын деп алдайсың. Қарсыластар қандайсың, 80-дегі шалдайсың. Әйелің онша болмаса басқа қатынға қарайсың, амал жоқ. Рахмет. Бақыш. Неқтан нәшмегіне. Армай. Ойбай сөз жаман ауруынан. Отылса, мұңымызды қолап тұрып, көбікті сұраймыз ба, жылап тұрып. Тағы рет қайтылар жер анықтап айтсаң асықпай кім? Отылса,
мұңымызды құлап тұрып, көбікті сұраймыз ба жылап тұрып? Мұғалім келесі қиынсыз жазып бастырайды ма? Ой, білмеймін. Ауана. Кеттік фаворит. Ұтылсақ, мұңымызды құлап тұрып, көбікті сұраймыз ба жылап тұрып? Бетіңе жабыстырып, мұртты қылайынға түріңді борат қылып. Ақыл. Ұтылсақ, мұңымызды құлап тұрып, көбікті сұраймыз ба жылап тұрып? Әуре болма, кубокты біз аламыз, жюридегі 4 еркекке ұнап тұрып. Аламай оласын. Кеттік. Нартай Аралбай. Бағдәулет, ұтылсақ, мұңымызды құлап тұрып, көбікті сұраймыз ба жылап тұрып? Жыламаған балаға емшек жоқ. Так, Сташакта жауап жоқ дейді. Бар ма жауап? Сташакта? Авиценада бар ғой зато. Кім? Импровизатчик? Кешіріңіз. Ұтылсақ, мұңымызды құлап тұрып, көбікті сұраймыз ба жылап тұрып? Ұтылсаң да ойнай бер, Жайдарманда ең басты бұл жерде тұрақты. Тамаша, әдемі. Соңғы қайым менен болсын, бәріңе сәттілік жеңдер, Авицинаға келіңдер. Еді, нормально айтып қойым, Кім дейді? Бәріңе сәттілік жеңдер, Авицинаға келіңдер. Жалғастырыңдар. Бәріңе сәттілік жеңдер, Авицинаға келіңдер. Авицинаға келген соң 30 мың теңге стипендия беріңдер. Шүкір әлі дейін көңілі. Бар ма? Бәріңе сәттілік жеңдер, Авицинаға келіңдер. Мұғалімдер, келмей қалған студенттердің құлағынан тебіңдер. Аққу, Авицинаға... Бәріңе сәттілік жеңдер, Авицинаға келіңдер. Ақылы бөлімде оқитын студенттер, апаталарын төлеңдер. Бәріңе сәттілік жеңдер, Авицинаға келіңдер. Онлайн сабақ қой деп есіріп кетпеңдер. Авицинаға келіңдер, бәріңе сәттілік жеңдер, ақырына кіргізбесе, бір темекісін беріңдер. Рахмет. Қайым айтыс аяқталды. Қайым айтыстың ұпай сандарымен таныс болайық. 3, 5, 5 және 5. Бұл сайыста көп нәрсені шешіп кетуі мүмкін. Фаворит командасына 3, 5, 5 және 5. Аққу командасы қыздарға берген ұпай сандарыңыз 4, 5, 5, 5. Мұғалімдер құрамасы 4, 5 және 5. Және Халтатос университеті Старшак 5, 5, 5, 5 ұпай. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі Жайдарман ойынға келген көрермендер құтты болсын. Ұлан құтты болсын. Жалпы көңілдеріңізден шықты ма Жайдарман? Сағынып, барлығыңыз келгендер осы ойынға өте күшті. Жас Жайдарманшылар өте мықты ойнады. Маған жалпы негізі барлық команданың жүздері таныс. Енді арасында жаңадан келген командалар да бар екен. Өте жақсы. Алдағы уақытта үлкен белестерден көрініп, жоғарғы лиганың чемпионы болуға тілек білдіремін сіздерге. Көп-көп рахмет. Маған. Рахмет. Нұреке, капиташка. Келесі болып өз пікірімен көз тимесі Азамат Садуақас. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құрметті жастар. Рахмет шақырғандарыңызға. Күшті Жайдарман болды. Жалпы баяғыдан ойнап жүрген командалар бүгін өзі көрініп тұр. Өте жақсы ойнап жүр.
мына жастарға да құдай қаласына қыздар кәдімгідей баяғыдан ойнап жүрген сияқты, жаңа ұлан айтып отыр ғой, бірінші рет шығып жатыр деп ұқсамайды. Қыздар өте жақсы ойнады. Қыздарға бір шапалақ ұрып қойсақ болады. Жалпы авиценна колледжіне көп рахмет, осындай бір мереке сыйлағанымызға барлығымызға. Жайдарман жақсы болды, рахмет үлкен. Рахмет. Марат Достаев мырза. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қайырлы кеш. Біріншіден авиценна көпсалалы медициналық колледждің басшылығына көп алғыс айтқым келеді. Осындай кереметтей кеш ұйымдастырып, жастарға мүмкіншілік беріп жатқан. Ал енді кейбір бағалар былай, кейбір бағалар былай болып жатқаны, жаңа Азамат дұрыс айтады, бұрыннан ойнап келетқандармен қазір жаңадан шыққандардың ешқандай айырмашылығын көрген жоқпыз. Сондықтан да бұрыннан ойнап келе жатқандарға сәл ұятты болды, ал жаңадан шыққандарға, жаңадан осы сахнаға шығып ойнап келе жатқан жандарға жайдарманға қош келіпсіздер деймін. Алла қаласа наурыз айында осы Шымкент қаласында республикалық деңгейде маусымашар фестивалі өтеді. Сол жерге келіп қатысып көрсеңіздер болады. Енді ол жерде барлықтарыңыз қырғын бір айырып кетесіздер деп айтамайын, бірақ әйтеуір осылай опыт жинап, ары қарап сіздер де негізі осындай ойындар жаман жақсы көремін да. Наурыздарда, нұрымдарда осындай ойыннан бастаған негізі. Сол кезде айтып жүреміз біз, сен бірінші ойыныңды көргенбіз кезінде деп. Сол сияқты жаңадан шығып отқандар, сіздер қысылмаңыздар. Болашақта жайлап сахна тәртібін үйренем десеңіздер, біздерге келіңіздер, бізде бір бағдарын көрсетіп, сіздерге барша қолдан келген көмекті аямаймыз. Бүгін кереметтей бір кеш болды. Ұлан, саған көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Келесі болып сөзді қорытындайтын менің әкем Мамыр Есбергенов. Қазақша айта беріңіз, шындықты айтыңыз. Орыста керемет сөз бар ғой, стрелять надо первым, а говорить последним деген. А теперь, дамы и господа, орысша білмейді, мұны бастап көрдім. Мынау көш жүрет түзелет дейді ғой, негізінде көп қателік жіберген адам көп жұмыс істейді екен, өзінің қатесін түзеу арқасында. Немістің ұлы ғұламасы Гете айтқан екен, адамда алғашқы бірінші түйме дұрыс түймеленсе, қалғандарының бәрі түзу кетеді деп. Ендеше көшбасыларыңыз, капитан командаларыңыз түзу бағыт беріп, әдемі әзіл шығарып беріп жатса, қалғандары да соған қарай түзу жүреді. Келешекте ләйім сол түзу жолға салуға тырысыңыздар бір-біріңізді. Медициналық тілмен айтқанда, барлық аурудан жазылсақ та, білім, ғылым, өнер ауруынан жазылмайық. Алғысқат. Авиценна көпсалалы медициналық колледжінің ұйымдастыруымен, Жайдарман Шымкент филиалының қолдауымен жастарды өнерде, сахна мәдениеті мен тілді дамыту аясында Жайдарман ойында өнердегі талантын ерекшелігімен датауы ұзақ енді тегісші микрофонның шыдайым кетті ғой. В общем, алғысқат. Авиценна құрамасы. Дәл осындай алғысқатпен фаворит құрамасы. Дәл осындай алғысқатпен Аққу құрамасы. Дәл осындай алғысқатпен Старшақ құрамасы. Және де дәл осындай алғысқатпен Байдың мұғалімдері, мұғалімдер құрамасы. Және номинациялардан бастайды. Бізде номинациямыз өте көп екен. Соның біреуі жалғызы, бірақ номинация өз. Үздік ойыншы. Мына жерге жазған жоқпыз, кейін жазып бере береміз ғой, кім екен. Үздік ойыншымызға мынандай керемет грамотамыз бар.
ақшамыз бар, мынандай мынау да соңғы по-моему. Статуэткасы бар. Сонымен Авиценна көпсалалы миссиялық колледжінің дәстүрімен Жайдарман Шымкент филиалының қолдауымен жастарды сахна мәдениетімен тілді дамыту аясында Жайдарман ойынына қатысып, ерекше өнермен көзге түсіп, үздік ойыншы номинациясының иегері Мұхасан Галегова дейді. Құттықтаймыз. Мұхасан Галегова деп жатқаны Шаншар театрының белді актері Ғалымжан деген жетісайлық Тайсын деген ағаларымыз кезінде КВН ойнаған сол кісінің ұлы болатын. Тағы да Мұхасанға қошемет жасаңыздар болады. Галегова деп мен жазбағам ол. Мамыр ағамыз жазған соң. Оқып айта салып жүрміз. Маған Ғалымжан ғой негізі. Иә. Болмаса Тайсынның ұлы. Ау? Жұмыста Галегова дейсіздер ма? Сонымен анам бәрін оқымай өзім болатын жария. Үшінші орын деп беремін. Ма келесі жол ұзақ қылмай үшінші орын деген жазсаңдар шашын. Айнұрдың жазып берген о. Тұрарова. Звондап сұрағаннан қорқып өткен. Так. Жайдарман деген сөз мына жерде 7 рет жазылыпты да просто. Үшінші орын. Мұғалімдер құрамасы. Үздік ойыншыға ақша берді, соны сұрап атты да қанша берді деп. Үздік ойыншыға қанша ақша берді, білмейсіздер ма? Үздік ойыншыға ма? Білмеймін, андай қағаз болды, конверт емес, андай ше. Жан-жағында немен степлермен жабылған ше. Сондай мен әкеп берді, көрмесіндер. Сосын көрмедік. Мынау екінші орын туралы айтып өтейін. Екінші орын мен бірінші орын арасында 0,1 ұпай. Прикинь. Не деген достижение деймін да, 0,1 ұтып қалып, нүйше болашақта сіздер де бірінші боласыздар деген ойдамын. Екінші орын Аққу құрамасы. Және де бас жүлде кереметтей Жайдарман деген сөзі 17 рет жазылған грамота. Және ақшалай сыйлық, мәке? Ақшалай сыйлық және кубогымыз бар. Бір 9-мен. Қарсы алыңыздар, бүгінгі ойынның бас жүлдегерлері Старшак Жайдарман тобы. Медицина колледжінің ұйымдастыруымен Жайдарман Шымкент филиалының қолдауымен өткен Жайдарман ойындарында бас жүлдеге ие болған Халықтар достық университетінен келген Старшакты тағы да құттықтап қояйық. Бір-бірлерін құттықтамай қойсаң бір болады. Қазір біраз әтесіге селке суретке түсеміз. Барша шексіз алғысымызды айтамыз. Баршаларыңызға рахмет. Жайдарлы сайыстарда Жайдарманда жолыққанша аман сау болыңыздар.